Ассалаумағалейкум, балалар, ағайын достар. Мен Ануар Ағдаулет. Осы сайт AC-Lite қайтадан бір қысқаша түсіндірме қайтып қолдану көрсетейін дегенмін бүгін. AC-Lite қазір тереміз браузерда. Мен қазір Google'да браузер. Chrome ба. Кез келген браузердан тересіз AC-Lite AC-Lite мінекей дайын тұр. AC-Lite herokup.com төменде көрсетем қайтып. Енді сілтемесін жіберем. Интернет істеп тұрса ашылады. Смартфоннан да ашылады. Смартфоннан кішкене кішірек болып көрінеді. Қолдана беру болады. Ашылғанда екі терезе, төменгі және жоғары жақтағы екі терезе, төменгі терезе тересіз. Бұл сайт арналған аударуға транслит, конвертер деп аталады. Программа өзім жасағанмын, біле шығарсыздар. Қазір бірден теріп көреміз. Тереміз, ана жақта, жоғары жақта аударма шоға тиісті бірден. Шықпай жатыр. Шығып жатыр, интернеттің сәлем деп жазып жатыр. Бірден аударып жатыр. Интернет жақсы істесе аударыла береді. Егер сіздер смартфонда бұл осы сайтты кәдімгідей өзіңіз смартфонға жүктеп алып, Play Market'тан емес, жай сайтты болады, мүмкіншілік сондай терезеге қойсаңыз, ол өзіңізде кез келген кезде қолдана бере аласыз. Транслит демек бір әріптен, мысалы кирилл әріптен немесе латын әріптен аудара береді басқа әріптерге. Қандай әріптермен теру болады, демоса қандай мәтінді алайық. Мысалы мына жерде оң жақтағы түймелер маңыздылар. Енді төменгісі, мысал абай жолын алады да аудара береді. Мысалы латын әріпке аудара салады, төте әріпке аудара салады. Демоса Архон, Енисей әріпке де аудара бере алады. Бұл ешқашан енді әлемде дүниежүзінде болмаған нәрсе. Және де бұл аударғанда мәтінді де кітапты мына жерден алып файлдан жүктеп, кейін аударып, қайтадан көшіресіз, көшіріп аласыз. Мына жерде open, save деген нүктелер арқылы кітаптарды егер керек болса бір файлдарды аударуға. Неке абай жолын енді аударып атыр. Мынау нүкте жою. Бірінші терезе, екінші терезе жойылды. Қайтадан мысал мен қазір латын әріппенен, егер мына жерде кирилл тұрса да, егер латын әріппенен ол түсінеді. Бұл демек сәлем қазақ ел деп. Қазақ елім. Елім деп мен енді қысқаша жаздым, өз әріппенмен, ол өзі түсіне береді. Мінекей қазақ елім кирилл әріпке аудара береді. Егер мысал мен қазір төте тұрса, мына жерде төте болуға тиісті қазір, енді кириллге де аудара береді. Мына жерде я деген қай жерде көрсету болады еді. Арабшада жазсақ, ол төте әріппенен ол аудара береді. Өзі көріп жатсыз ғой. Төте кімде? Қытайда қазір Қытайдың қазақтары әлде Ахмет Байтұрсын ағамыздың төте әріппенен қолданады ғой. Мінекей оларға теру да болады, немесе аудару да болады. Қолдану. Қайтадан төменнен үшінші түйме таңдасаңыз, қай әріппенен, өзек, мінекей латын әріппенен, кирилл әріппенен төте дейік.
аударғанда мінекей қай әріптерге, латын әріпке, кирилл әріпке, төте, архонға аудара бере аласыздар. Сондай ыңғайлы және көріп жатсыз, бұл тағы айырмашылығы не болса қандай пайдасы, ол әліппе, бұл сайт интерактивті жаңа көрінісіміз, енді қалайсы деп, қалай неке мен қалайсы деп теріп атырмын, бірден аударып атыр, көрдіңіз бе? Ішінде менде әріппен бар, кейін таныстырамын. Бұл өте енді қысқаша айтып атқаным. Енді мынау түймені бассаңыз, ол кесте әліпби кестесі. Егер қарасаңыз, өзіңізді конструктор деген бар, сіз өзіңіздікі мына жерде өзгерту болады. Жаңағы әліпбилерді өзіңіз жаңа әліпби не болса, өзіңіз болсаңыз. Мынау си, егер бассаңыз, бұны аударманы көшіріп алады да өзіне, сосын кейін біз достарыңызға жібере аласыз. Не болса, мына жерде осылай фейсбукқа, вичатқа, не болса ватсаппенен да жібере саласыз. Осылай мен қысқаша жүгіріп айттым. Қайтып қолдану бар болғанына білесіз. Сол жақсы, сау саламат болыңыз. Тағы да енді жалғастырамын. Одан кейін қандай сұрақтарыңыз болса, сұрай беріңіз. Жақсы, ассалаумағалейкум.